Ақтөбе облысы жасыл экономиканы қарқынды түрде жетілдіріп келе жатқан Қазақстанның батыс аймағындағы өңір. Оған жаңартылған энергия көздерін енгізу, тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты жаңарту мен зиянсыз көлікті дамытуға дейінгі салаларды жатқызуға болады. Расында жедел шешілуге тиісті экологиялық проблемалар көп мұнда. Осы мақсатта жасыл технологиялар қалай қолданыс тауып келе жатыр? Бүгін Гринтек бағдарламасының жаңа санында. Сіздермен бірге Әлия Махамбет. Ақтөбе облысындағы экологиялық проблемаларды жол картасы бағдарламасының көмегімен шешу көзделген. Қоршаған ортаны қорғау бағытында 3000-нан астам іс-шараны қамтитын арнайы құжат бұл өңірде Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің тапсырмасы бойынша 2020 жылы бекітілді. Жол картасын қамтитын негізгі шараларға Ақтөбе ферроқорытпа зауытын жаңғырту, Ақтөбе қаласындағы сарқынды суларды тазарту кешенін қайта құру, өзен арналарын көгалдандыру секілді істерді жатқызуға болады. Сондай-ақ Көкжидедегі жерасты суларына мониторингтік зерттеулер жасау мен Альхим зауытынан бөлінетін қауіпті қалдықтарды жою. Ескі тұрмыстық қалдықтар полигондарын өңдеу және қосымша жаңа 8 полигон ашуды айтуға болады. Экологиялық проблемалар Ақтөбе облысындағы ең өткір мәселе. Негізгісі өнеркәсіп орындары мен автокөліктерден және кәріз желілерінен тазарту құрылғыларының кесірінен ауаның ластануы. Жалғыз шешім жасыл технологиялардың көмегімен болатынын мұндағылар баяғыда түсінген. Атмосфераны ластаушы заттардың бөлінуі Ақтөбедегі ферроқорытпа зауытының ескірген нөмірі 1 және 2 цехтарында байқалады. Бұл кәсіпорындардың жаңартылуы жол картасы бойынша 2022 жылға дейін арнайы шаралар жоспарланған. Қалдықтарды азайту мақсатында Ақтөбе жылу электр орталықтары акционерлік қоғамы қуаты 57 мегаватт болатын газ турбиналық станцияларды сатып алу туралы келісім жасады. Сондай-ақ сумен жабдықтау және су бұру құрылғылары да ауаға кері әсер етеді. Қыркүйек айында күкірттенген тазарту катализаторлары мен газды пайдалану бойынша осы компанияның 6 ағынды суларды шығару объектілерінде жүргізілді. Ауыл шаруашылығында жасыл технологияларды енгізу өз жемісін берді. Оларды қолданудың нәтижесінде су ресурстарын пайдалану тиімділігі 2 есеге артты. Ал жаңартылған энергия көздерін алыс жайылымдарға пайдалану инфрақұрылым шығындарын төмендетуге мүмкіндік берді. Инфраструктура. Облыста жаңартылған энергия көздерін қолдану да қарқынды дамып келеді. Мәселен, мұнда қуаты 48 мегаватт болатын жел электр энергиясы қолданысқа берілді. Бұл станция жыл сайын сағатына 198 гигаватт электр энергиясын өндіреді. Басқаша айтқанда 25 жыл бойы 20 мың тұрғыны бар елді мекенді энергия көзімен қамтамасыз ете алады. Суммарная мощность проекта составляет 48 мегаватт. Жобаның жалпы қуаты 48 мегаватт. Ал оның құны 33 миллиард теңгені құрайтын шетелдік инвестиция. Более того, данный проект идет на расширение и началась реализация. Сондай-ақ аталған жобамыз кеңейіп келеді. Дәл осындай қуаттағы жел генераторының 2 фазасын іске қосу жоспары басталды. Которую на сегодняшний день перешла уже именно к закладке фундамента. Байқағанымызда еліміздің барлық өңірлері жасыл экономикаға көшуде. Өркениетті елдерде қолданылатын бірден-бір даму жолы осы. Бұл тізімде Қазақстан жай ғана аталып қана қоймайды. Сондай-ақ халықаралық бағдарламалардың бастамашысы деуге болады. Елімізде барлық талаптар мен нормалар қамтылған экологиялық жағдайды жақсарту мақсатындағы арнайы құжат дайындалып жатыр. Я просто хочу сказать, есть одно, это добрая воля. Мен тек бір нәрсені айтқым келеді. Қазақстан жасыл экономикаға ұмтылуға және дамытуға мәжбүр болады. В любом случае Казахстан просто вынужден будет выполнять и продвигать. Осы мақсатта күн энергиясынан бастап жел, су энергиясы секілді жаңартылатын энергия көздері өте тиімді. Она играет большую роль, поскольку она является долей заменой Мәселен, көмірмен жұмыс істейтін жылу электр станциясын баламалы энергия көздерімен алмастырған дұрыс. Который имеет, несколько таких видов, да, это начиная от солнечной, это ветровая энергия, это био. Негізінен Қазақстан экологиялық кешенді жақсарту жолында айтарлықтай маңызды қадамдар жасап келеді. Значительные шаги для того, чтобы улучшить экологическую составляющую.